Казақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, құрметті жанкүйерлер. Қазақстан футзалындағы кезекті ойындар басталады. Семей мен Ордабасы арасындағы матчты сіздермен бірге тамашалаймыз. Қазір ғана міне кішкентай балақайды көріп отырсыздар, құрметті жанкүйерлер. Өткенде Семейдегі шулы оқиға себеп болған кішкентай балақайымыз бүгін міне Семей командасының өкілдері бұл баланы да назардан тыс қалдырмаған екен. Қолдау ретінде ол баланы да осы ойынға алып шығып отыр. Өте жақсы көрініс. Міне дәл осы кішкентай балақай. Сонымен төреш ысқырығы ойын басталды. Семей және Ордабасы. Семей командасы бірақ өздері де алысқа бара алмады. Ордабасының шабуылы оң қапталдан басталды. Қақпаға күтпеген жерден соққы. Евалди Джайли саусақтың ұшымен қайтарған сияқты допты. Қақпаға жақын Төреғазин тұр, Дидизиньо бар. Ал алыстан қақпаға тура соққы және гол! Дидизиньо! Міне ұрымтал сәтте бәрінен жылдам қимылдаған Дидизиньо қақпаға соққы жасап үлгерді. Семей есеп ашты. 1-0. Гериханов, Камил алдап өтуге тырысты және қазір мүмкіндік іздейді, пас беретін Есенаманов. Шыңғыстың соққысы қақпа маңдайшасына тиді және қайтара соққы жасап Семей командасы екінші гол соқты. Міне керек болса Емельянов, Никита Емельянов гол авторы. Солға қарай пас. Қақпаға соққы және қандай гол, құрметті жанкүйерлер. Өте әдемі гол. Кайя Оливейра. Кайя Оливейра тамаша соққымен есеп айырмасын қысқартты. Родригиньо және Дидизиньо өте жақсы пас алмасты, есеп 3-1. Дидизиньо дубль жасап отыр. Міне Дидизиньоның екінші гол осы матчтағы. Родригиньо қарап допты беріп қойды. Ал қазір есеп айырмасы қысқарды. Кайя Оливейра ол да дубль жасады. Дидизиньоның дубліне Кайя Оливейра дубльмен жауап беріп отыр. Шабуыл жалғасады. Дидизиньо. Тамаша алды. Дидизиньо өзі міне қазір керемет 4-2 Ринат Төреғазин. Дидизиньо нәтижелі пастың авторы. 4-2. Әбікен ол, Әбікен де бар әрине. Қазір бос қақпаға 5-ші гол кіріп отыр. 5-2. Ойын аяқталды. Семей сенімді түрде жеңіске жетті деп айтайық. Дидизиньо дубль жасады. Емельянов, Төреғазин, Дәрбай гол соқты. Ордабасы сапында тек Кайя Оливейра дубль жасады. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала.